Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздермен жаңа туған балаларда бір айында кездесетін себорейный дерматит жайлы айтатын боламыз. Себорейный дерматит дегеніміз не? Атопический дерматиттен айырмашылығы неде? Ол уақыт өте келе өзі кететін физиологиялық жағдай ма, жоқ әлде дер кезінде емдеуді қажет ететін тері ауруы ма? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Көптеген ата-аналар балаларының басындағы, қас маңындағы осындай қайызғақтардың бір айға таман пайда болғанын айтып, суретке түсіріп жіберіп жатады. Бұл халық арасында қаспақ, ал медицинада себорейный дерматит деп аталатын тері ауруы. Кез келген ауруда дұрыс емдеу тактикасын жүргізу үшін ең алдымен ол ауруды туындатып тұрған себептерді біліп алу керек. Сонымен, себорейный дерматитті туындататын мынадай бірнеше себептер бар. Ең бірінші, ол ана сүті арқылы берілетін гормондар. Екінші себебі, ана сүтінің құрамындағы белгілі бір белоктарға бала организміндегі аллергиялық реакцияның болуы. Үшінші себебі, баланы жуындыратын шампунь немесе сабын түрлерін дұрыс таңдамау. Төртінші себеп, егерде баланы қымтап киіндіретін болса, ауа құрғақ, бөлме ыстық болатын болса, сонымен қатар жеке бас гигиенасын дұрыс сақтамаса, себорейный дерматит туындауы мүмкін. Енді себорейный дерматит қалай пайда болады? Пайда болу механизміне келетін болсақ, бала ана сүтін емеді, оның құрамындағы белоктар немесе ана сүті құрамындағы гормондар бала организміне әсер етеді. Нәтижесінде тері астындағы май бөлуші бездердің қызметі жоғарылайды. Одан келе осы шаш, төбе аймағындағы, шаш аймағында, қас маңында осындай майлар көп жинала бастайды. Оның үстіне күн сайын қаншама өлі клеткалар түсіп отыру керек. Осы майдың үстіне барып, сол өлі клеткаларда жинақтала береді, қатпарланады, және бұл қатпар грибоктардың өмір сүру үшін, оның көбеюі үшін өте қолайлы орта болып саналады. Сондықтан да уақыт өте келе бірінің үстіне осылай қатпарланып, қалың қайызғақ түрінде жинақталып қалады. Сонымен қатар дәл осы жерде айта кету керек, егерде балаңызды күн сайын немесе күн ара шампуньмен, сабынмен жуындыра берсеңіз де, қас және шаш маңындағы микрофлораны бұзылысқа ұшыратады. Әдетте бұндай өзгерістер бала 5-6 айға келгенде кетіп жатады, ал кейбір балаларда емшектен шыққаннан кейін, яғни ана сүтін емуді тоқтатқаннан кейін кетуі мүмкін. Алайда аналар арасында бұны тез-тез емдегісі келетіндер де болады. Яғни бұл физиологиялық жағдай уақыт өте келе өзі кетеді дегенмен де анасы баласы үшін қандай да бір көмек көрсеткісі келетіні бәрімізге мәлім. Олай болса, бұндай жағдайда қандай көмек көрсетеміз? Бізге қандай нәрселер керек деген сұрақ туындайды. Ең бірінші сізге глицерин, персик, немесе қандай да бір өсімдік майын алып, стерилденген, оны 37 градусқа дейін қыздыруыңыз қажет. Екінші, сізге жаңа туған балаларға арналған арнайы тарақ қажет. Үшінші, қарапайым ғана баланың бас киімі қажет. Алдымен баланы тегіс жерге жатқызып аламыз. Содан соң жылытылған майды немесе вазелин майын дәл сол қаспақтар пайда болған жерлерге қалыңдатып жағып шығамыз. Жағу кезінде баланың белгілі бір аймақтарын жарақаттап алмаңыз. Сонымен қатар майды жағу кезінде тырнақтарыңызбен тырмалап, бала басын жарақаттап алмаңыз. Себебі үстіне инфекция түсіп кетуі мүмкін. Қажет болса, қас аймағына да жағып шықсаңыз болады. Баланың қажет жерлерінің барлығына жағып болғаннан кейін қолыңызға бас киімді алып, баланың басына 30-40 минутқа кигізіп қоясыз. Осы уақыт аралығында баланың басындағы қайызғақтар жібіп, босап тұрады. 30-40 минут өткеннен кейін баланы жылы суға түсіріп аласыз, 2-3 рет шампуньмен жуындырасыз, содан соң арнайы тарақтар көмегімен мынадай ғып шашын тарайсыз. Ең бірінші тісті тарақшамен ірі қайызғақтарды тарап аласыз. Содан соң арнайы щеткалы тарақшаны алып, майда қайызғақтарды тарап тастасаңыз болады. Тек тарап жатқан кезде баланың басына қатты ауыртпалық туындатпау керек. Баланың басына алдын ала майды жағып қойғандықтан бұл қайызғақтар өте жеңіл түседі. Видеода көріп отқандай алға артқа тарай отырып тазартасыз.
Мұндай процедураны аптасына 1 рет жасауға болады. Одан жиі жасамаңыз. Екінші айтатын кеңесім, басына арнайы жылытылған майды жағып, басындағы қайызғақтарды жібітпей тұрып, тарақпен немесе анасы тырнағымен тырналауға болмайды. Неге? Себебі ол жерде жарақат пайда болуы мүмкін, ал ол жарақаттардың үстіне инфекция түсетін болса, бактериальды дерматит дамиды. Ал мұндай бактериальды дерматиттер уақыт өте келе ұзақ уақыт емделетін тері ауруына айналуы мүмкін. Сондықтан да өз бетіңізше ем-шара жүргізбей, көрші айтқан кремдерді жақпай, дәрігер кеңесіне әрдайым құлақ асыңыз. Енді сұрақ туындайды. Атопический дерматит пен себорейный дерматиттің айырмашылығы неде? Қышудың болмауында. Атопический дерматит кезінде бала қышынады. Тіпті ұйықтап жатқан кезде сол қатпарлар пайда болған жерлерді қасынады. Денесінің басқа бөліктерінде де қызарулар, бөртпелер пайда болуы мүмкін. Ал себорейный дерматит кезінде бала мазасызданбайды, тамақ ішуі қалыпты, ұйқысы қалыпты. Егер де сіздің балаңыз атопический дерматит болатын болса, яғни қышынса, мазасызданса, қызарулар болса, міндетті түрде дерматологқа апарыңыз. Себебі оны дұрыс емдемесе, кейін асқынуларын беруі мүмкін. Енді баладағы қаспақ, яғни себорейный дерматит кезінде анасына қандай да бір диета сақтау қажет пе деген сұраққа жауап беретін болсақ, жоқ, бұл ешқандай диетаны қажет етпейді. Не жегіңіз келсе, соны жей беріңіз. Мендегі бүгінгі ақпараттар осы. Егер де ақпарат ұнаған болса, лайк басыңыз және келесі видеоны күтіңіз. Сіздермен болған дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Келесіде жүздескенше балаларыңыз ауырмасын.